Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Бәрімізге белгілі, таң намазынан кейінгі сүннетте бекітілген зікірлер бар. Таңғы уақыттағы зікірлер, сол сияқты кешкі уақытта айтылатын зікірлер бар. Бұл Пайғамбар саллаллаху сүннетінде бекітілген Пайғамбар саллаллаху бізге үйреткен зікірлері. Сол сияқты енді жалпы зікірлер бар. Аллах Тағала Фурқан сүресінің 62-ші аятында айтады. وَهُوَ جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً. Ол дейді, Аллах Тағала дейді, сол Аллах Тағала дейді. جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً. Түн мен күнді ауысып тұратын қылып жаратқан дейді. لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا. Кім қаласа дейді, أَن يَذَّكَّرَ, зікір етуді қаласа дейді. Аллах Тағаланы еске алуға қаласа, Аллах Тағаланың берген нығметтеріне ғибрат жасауға, жаратылыстарына ғибрат жасауға, ауарада шүкуро, немесе шүкір етуді қаласа дейді. Не үшін? Лиман арада, кім қаласа дейді. Ол түн мен күнді бір-бірін ауыстырып тұрушы етіп жаратты дейді. Кім зікір етуді қаласа, Аллах Тағаланы еске алуға қаласа, және шүкір етуді қаласа, осылар үшін күн мен түн ауысып тұрады. Яғни жаратылыс, түн мен күннің ауысуы бізде Аллах Тағаланы еске алуға да осы аяттан түсінеміз, ешқандай шектеу жоқ. Альхамдулилля. Күн болсын, түн болсын, біз Аллах Тағаланы үздіксіз зікір етіп, үздіксіз оған шамамыз келгенше шүкір ете алады екенбіз. Альхамдулилля. Аллаху тағала алам.